Қайырлы күн біздің көрермендер, біздің жастар қызметкерлерінің подкасттар желісі бүгін жаңа тақырыппен толықтырылғалы отыр. Бұл тақырып Қазақстан азаматтарының электоралдық мәдениеті мен белсенділігін арттыру тақырыбы. Осы тақырыпта біз арнайы 5 подкаст түсіруді жоспарлап отырмыз, және соның бізде алғашқысы жалпы электоралдық білім тақырыбында, электоралдық ғылым, ілім, білім тақырыптарында болмақ. Және де бүгін біздің алғашқы қонақтарымыз бұл Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы құрылымындағы орталық сайлау комиссиясымен бірге құрылған электоралдық оқыту орталығының қызметкерлері. Осы орталықтың басшысы Бұқанова Жанар Қалиқанқызы және басшысының орынбасары Жанпейісов Думан Әбілтайұлы қатысып отыр. Енді қош келдіңіздер. Бүгін енді біздің подкастымыз жалпы енді ел тұрғындарына арналғанына қарамастан, негізгі көбінесе осы жастарға арналған, бірақ соған қарамастан да осындай бір жағынан маңызды, екінші жағынан күрделі тақырыпты алғалы отырмыз. Себебі енді жалпы адамдардың сайлау мәдениетін қалыптастыру бір өзекті тақырып болғанымен, сонымен қатар енді ешкім жоспарламағандай елімізде электоралдық процестер басталғалы отыр. Президенттің кезектен тыс сайлауы, парламентке, маслихаттарға кезектен тыс сайлауы. Сондықтан да жалпы азаматтар үшін біздің бүгін талқылайтын тақырыптарымыз қызықты болады деп ойлаймын. Енді жаңа біз айта кеттік, орталық сайлау комиссиясы мен мемлекеттік басқару академиясы бірлесе отыра электоралдық оқыту орталығын құрды деп. Осы орталықтан бастасақ, жалпы құрудағы мақсат қандай, құрылу тарихы қандай, және алдарыңызда қандай мақсат міндеттер тұр? Жақсы. Енді бұл орталық 2021 жылдың желтоқсан айында құрылды. Бұл бастама ең алдымен енді 2017 жылы осындай идея пайда болды. Сол енді 5 жылдың ішінде бұл сұрақ жан-жақты қарастырылып, осындай шешім қабылданды. Яғни президенттің жанындағы басқару академиясының құрамында осындай орталық ашылсын деген. Енді қазір уақытта негізгі мақсаты бүкіл мына сайлауға қатысатын енді адамдар дейміз, соның ішінде нақты сайлауды ұйымдастыратын қызметкерлер, сонымен қатар басқа да сайлаушы ретінде және де енді байқаушы ретінде саяси партияларымыз бар. Соның бәрінің осы сайлау қатысушыларының құзыреттілігін, білімдерін жетілдіру үшін осы орталықтың негізгі мақсаты деп айтуға болады. Қазір уақытта біздің негізгі мақсаттарымыз осы оқыту курстарын даярлау. Оның ішінде бірнеше бағдарламалар бар, оқыту бағдарламалары. Ол негізін салушы, яғни жалпы мына сайлаумен байланысты заңнамалық жүйесі еліміздегі. Енді ең алдымен заңды білумен басталады ғой. Одан кейін бар, бұл осы заңды қалай біз қолданамыз, оны қалай іске асырамыз, және үшінші ол әрине сайлаудың өзін ұйымдастыру қалай. Яғни нақты процедуралар, технологиялар дейміз. Сол енді негізгі бағыттардың осы. Жалпылама болашақта біз өзіміз тек қана мына сайлаумен айналысатын ұйымдастырушыларға білім беру емес, сонымен қатар жалпылама еліміздегі азаматтардың да білім деңгейін, сайлау мәдениетін да көтеруге мақсат қоямыз. Себебі бұл енді мысалы біз сайлауды жетілдіреміз, бірақ сайлаушылардың білім деңгейі, дайындығы соншама жоғары болмаса, ол әрине ол да енді нәтиже бермейді деп ойлаймын. Сондықтан біз тек қана бір жақты қарамай, сонымен қатар жалпылама осы еліміздегі халыққа, сайлаушыларға да білім беруге жоспарлап отырмыз. Сонда оқытатын контингенттеріңіз ол, дұрыс түсінсем, учаскелік, аумақтық сайлау комиссиялары, сосын алда жалпы азаматтардың осы құқықтық сауаттылығын арттыру. Соның ішінде енді жастар категориясы, ол арнайы категория деп айтып отырмыз. Қазір уақытта енді заң бойынша жастарымыз енді өздерінің кандидат ретінде ұсынылады. Яғни мысалы
ауыл әкімдеріне, немесе енді мәслихат депутаттары ретінде деген сияқты байқаушы ретінде осы сайлауға қатыса алады. Сондықтан жастарымызда болашақта ертеңінде енді азаматтық белсенділігі жоғары болу үшін, сайлауға саналы түрде қатысу үшін біз әрине жастармен де осы тікелей болашақта осы жуық арада бізде енді өзіміздің семинарымызды жоспарлап отырмыз. Бұл семинарға бүкіл республикамыздың аймақтарынан келеді жастар. Ол белсенді жастар, сонымен қатар жастар ресурс орталықтарының өкілдері, жастардың ұйымдарының жалпы өкілдері деп айтуға болады. Сондықтан бүкіл осы қызығушылық білдірген азаматтарды осы семинарға шақырып, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз деп отырмыз. Енді жаңа айтылғандай, негізгі мақсатты аудитория қазіргі таңда ол сайлау комиссиясының мүшелері. Арнайы орталық құратындай оларды оқыту бойынша сонда ол кісілердің саны қанша, немесе көп па енді жалпы олардың саны? Жақсы, енді қазір уақытта бізде статистика бойынша, енді орталық сайлау комиссиясының мәліметтері бойынша біздің елімізде енді 10 мыңнан аса әртүрлі деңгейдегі сайлау комиссиялары бар. Оған кіретін адамдардың саны қазір 70-тен асып отыр. 70 мыңнан асып отыр. Сол себептен үлкен армия деп айтуға болады. Оны біз тіпті бір жылдың ішінде оқыта алмаймыз. Мысалы қазір уақытта сөзіңізді айтып кеттіңіз, сайлау науқандары болады, президент сайлауы, одан кейін мәжіліс сайлауы болады. Сол енді біз мысалы сол жарты жылдың ішінде бүкіл осы 70 мың адамды бірден қамтай алмаймыз. Сол себептен біз қазір мүмкін жылына 500 адам ба, енді бүкіл адамдарды осы сайлау ұйымдастырушыларын осы білімдерін арттыру үшін біз енді мүмкін 500-600 адамның көлемінде оқытамыз деп отырмыз. Осындай жоспарларымыз бар. Бұл жерде мен қосып келетіні жалпы электоралдық оқыту орталығының құқықтық мемлекет, демократиялық мемлекет құрудағы орны, рөлі ерекше. Өйткені бізде енді мақсат қойып отырмыз ғой, жаңа Қазақстан жағдайында, әділетті Қазақстан құру жағдайында халықтың, азаматтардың белсенді болуы, сайлауға баруы, өзінің саналы таңдауын жасауы өте маңызды. Және де ол мықты мемлекеттің, дамыған мемлекеттің болу үшін, қалыптасу үшін бізде азаматтық қоғам қажет. Ал азаматтық қоғам деген ол тек қана бірнеше адамдардың жиынтығы емес, мыңдаған адамдардың. Ол азаматтық қоғам деген саналы, белсенді, сауатты, мәдениеті жоғары азаматтардың жиынтығы, жай ғана азаматтардың емес. Сондықтан егер біз азаматтарымыз сайлау электоралдық орталық болғандықтан біз сайлауға қатысты азаматтар неғұрлым сауатты, заңдарды білетін, және де мәдениеті жоғары болса дейміз. Ал мәдениет деген ол тек қана білім емес, адам заңдарды білуі де мүмкін, бірақ оны бұзу мүмкін. Енді бәріміз қызыл бағдаршамға өтпеу керектігін білсек те, кейде өтіп кетіп жатамыз. Ол яғни білімі бар, бірақ әрекеті жоқ деген сөз. Ал мәдениет деген ол білімге қоса, адам сол білімге сәйкес өз дәл солай әрекет жасайды, яғни дұрыс, заңды, негізді әрекеттер жасайды деген сөз. Сондықтан бұл жерде электоралдық оқыту орталығын бұл жерде ерекше миссиясы, ол тек қана бір категория емес, жаңағы арнайы осы сайлауды ұйымдастыратын азаматтарды емес, бүкіл азаматтардың жаңағыдай сауаттылығына әсер ету, өз үлесін қосу. Енді бұл бағытта біз тек қана оқытумен ғана емес, өзіміздің мүмкіндігімізше жаңағыдай белсенді түрде әлеуметтік желілерде, Инстаграмда, Телеграмда халыққа сайлауға қатысты қарапайым сұрақтарды түсіндірумен айналысып жатырмыз. Яғни жалпы осы тіпті жастарды айтатын болсақ, жастарда қандай мүмкіндіктер бар билікке келу үшін. Мысалы, мәслихат депутаты болу үшін 20 жаста ғана болу қажет. Мәжіліске барам десе, парламентке 25 жаста болу керек, жоғары білімі болу керек. Одан кейін сенатор болам десе 30 жастан деген сияқты. Сондай қарапайым сұрақтар, қандай талаптар қойылады. Егер ол жарайды ауыл әкімі болып барам десе, жасқа қоса қандай талаптар бар? 25 жаста болу керек кандидат.
ауыл әкімі боламын десем басқа қандай да талаптар бар. Yani жоғары білім, еңбек өтілі деген сияқты. Соның барлығын жауап беруге тырысамыз. Яғни тіпті Telegram ботты жасадық. Онда азамат кез келген адам кіріп, сол жерде өзінің сұрақтарына жауап ала алады. Тіпті бейнероликтер бар, орталық сайлау комиссиясы жасаған, соларға сілтемелер бар, Инстаграмда посттар бар. Яғни кез келген адам осы тақырып маған қызықты десе, жаңағыдай желіде теріп, сайлау, электоралдық сайлау орталығы деп, немесе сайлау деп тақырыппен қызығатын болса, сол жерде қажет мәліметтер алады. Қандай жұмыстар атқарылып отыр? Осы сіздердің орталықтарыңыз тарапынан жалпы өздеріңіз айта кеткендей электоралдық мәдениетті, білімді арттыру. Мен тағы да бір қырын айта кетсем, бұл жерде енді ол енді құрылғандықтан енді бір жылда болған жоқ, ол үлкен жолдың басталуы деп өзім қабылдаймын. Және бұл жерде электоралдық мәдениетті қалыптастыру үшін бұл жерде біріншіден оны жүзеге асыратын тұлғалар керек. Ол жерде спикерлер керек, лекторлар, дәріс оқитын, тренерлер, жаттықтырушылар керек. Осы материалды, контентті дайындайтын ол 1-5-6 адамнан, тіпті бір орталықтың ұжымның қолынан келмейді. Сондықтан біздің орталықтың бұл жерде үлесі ретінде біз қазіргі таңда көптеген заңгерлермен, саясаттанушылармен келіссөздер жүргізіп, оларды біздің орталықтың жұмысына тартып, оларды осы егер мысалы заң ғылымының саласында айналысып жүрген маман болатын болса, енді заң ғылымы деген өте үлкен тұңғиық, мысалы мұхиттай тең үлкен дүние ғой. Сондықтан біз оларды осы сайлау заңнамасы, сайлау мәдениетіне қатысты тартып жатырмыз. Яғни заң саласын жалпы зерттемей, осы сайлау саласын зерттеп, ол жерде қандай да бір ғылыми мақалалар дайындасақ, одан кейін жастарға қызықты, халыққа қызықты, оларды даярлайтындай қандай да бір тренингтер интерактивті да белсенді түрде жүргізетін, одан кейін арнайы лекциялар, қазір мәтіндерін дайындаудамыз. Соның барлығын кейін көпшілікке ұсынып тартатын боламыз. Және де саясаттанушыларға, басқа ғалымдарда біз тұңғыш рет талдамалық баяндама жасауға тартудамыз. Яғни бұл жерде егер бізде көптеген салалар саясат бойынша баяндамалар шығып жатса, ал жалпы халықтың немесе жастардың осы сайлауға деген қызығушылығы, белсенділігі жайлы зерттеулер көп кездесе бермейді. Кешенді, іргелі зерттеулер жоқ деп айтуға болады. Сондықтан біз бұл жерде ғалымдарды шақырып, осы жұмысқа тартып жатырмыз. Және де осындай белсенді ғалымдар, мамандар, сарапшылар болатын болса, егер олар өз мазмұнды еңбектерін халыққа ұсынатын болса, онда біз жаңағыдай халқымыз да, сарапшыларымыз да, барлық субъектілер белсенді болып, құқықты мемлекетті құруға бір қадам болса жақындаймыз деп ойлаймын. Жаңа сайлау комиссиялар туралы айта кеттік. Енді жасырын емес қой, сайлау комиссиясының басым бөлігі ол білім саласының, мәдениет, білім, әлеуметтік жүйе, кейде коммуналдық қызметкерлер. Былай айтатын болсақ, енді азаматтық қызметкерлер немесе қарапайым тілде бюджет қызметкерлері. Енді ол азаматтар сайлау процесінен басқа негізгі жұмыстары да бар ғой. Сондықтан да сіздердің орталықтардың маңыздылығы да сода шығар. Жаңағы өз жұмыстарынан тыс сайлау комиссиясында атқаратын азаматтардың әйтеуір шамал болса да құқықтық әлеуетін арттыру. Енді осы тұрғыда жалпы қалай ойлайсыздар, сайлау комиссиясындағы азаматтарымыз қаншалықты осы құқықтық сауаттылығы жеткілікті осы жұмыстарды жүргізуге? Себебі мысалы, білмеймін, еңбек мұғалімі болды дейік, немесе коммуналдық шаруашылық қызметте істейтін адам, оны жаңағы бір айға участокке жібереді. Ол азамат бір ай сояқта, немесе сол бір айдың көлемінде үйрене ме, немесе білмеймін енді, мүмкін кейде болады ғой, кейбір жұмыстар техникалық орындауды талап етіледі, немесе сондай деңгейде ме? Яғни жалпы осы құқықтық сауаттылық осы комиссия мүшелерінің қаншалықты бір деңгейде? Енді қазір уақытта әртүрлі сыни ойлар айтылып жатыр. Яғни сайлау комиссияларының қызметкерлерінің білім деңгейі немесе тағы басқа да енді тәжірибесі жоғары емес деген осындай әртүрлі сыни пікірлер айтылып жатыр. Онда өз орны бар деп айтуға болады. Дегенмен де мысалы сайлау жариялағаннан кейін міндетті түрде орталық сайлау комиссиясы, онда осы сайлау комиссиясының, орталық сайлау комиссиясының құрамында оқыту бөлімі бар.
иә, арнайы бағыт бар жұмыс қызметінде. Сол себептен қазір уақытта сайлау жарияланғаннан кейін бұл жұмыс басталады. Яғни қаншама сайлау комиссиялары бар. Енді цифрлық мүмкіндіктер қазір өте үлкен. Яғни бізде онлайн режимде, ВКС режимде бүкіл осы енді еліміздегі территориялық сайлау комиссиялары бар, соның басшылары бар. Тіпті тек қана олардың 1600-ден аса осындай территориялық комиссиялардың басшылары емес, сонымен қатар да мына қалалық, ауданды бүкіл осы басшылары оқытылады. Одан кейін барып каскад әдісі бойынша ары қарай оқытылады деген сияқты. Көбінесе әрине ол процедуралық яғни оқыту деп айтуға болады. Яғни енді сайлау қалай ұйымдастырылады. Ал енді біз өзіміздің орталықта одан да тыс қосымша білімдерді бергіміз келеді. Яғни мына сайлау жүйесінің саяси жүйеде алатын орны, оның атқаратын қызметі, оның маңыздылығы деген сияқты осындай яғни біз қосымша тақырыптарды енді беруге тырысамыз, енді жоспарлап отырмыз. Дегенмен де осы наурыз айындағы елбасының жолдауында негізгі мақсат қойылды орталық сайлау комиссиясының алдында, яғни жергілікті жерлердегі сайлау комиссияларының қызметкерлерінің білім дәрежесін көтеру, міндетті түрде көтеру қажет деген осындай мақсат қойылды. Ол енді осы комиссиялар бірден қазір 2023 жылдан бастап мысалы аймақтық дәрежедегі облыстық маңызы бар, республикалық маңызы бар қалаларда олар ресми түрде, кәсіби түрде өз қызметін атқарады. Яғни осы орталықтарда, яғни территориялық сайлау комиссияларының 7 адам нақты өз қызметін енді атқарады және жалақысы болады. Яғни кәсіби түрде өз қызметін атқарады. Бұрынғыдай не жоқ, адамдарды бір айға жібермейді. Кәдімгідей күнделікті 8 сағат жұмыс жасап. Ол енді ол үлкен өзгеріс деп айтуға болады. Себебі енді кәсіби тұрғыдан болғандықтан ол енді болашақта өз білімін жетілдіруге мүмкіндік алады деген сияқты. Ары қарай тереңдету өз білімдерін, сонымен қатар жаңа айтамыз soft skills, hard skills деген сияқты оның бәрін жан-жақты осындай кәсіби түрде өз қызметін атқаруға мүмкіндік береді деп айтуға болады. Және бұл салада президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының өңірдегі филиалдары аумақтық сайлау комиссияларымен бірлесе отырып, жаңағы сіз айтқан учаскелік сайлау комиссияларын оқытуда. Енді ол оқыту үнемі жалғастыруды қажет етеді. Өйткені учаскелік сайлау комиссиялары жылдан жылға қарай өз құрамы өзгеріп отырады, адамдар көшіп кетеді басқа өңірге деген сияқты, басқа да себептерден құрамнан шығады. Сондықтан ол учаскелік сайлау комиссиялары жаңарып отырғандықтан үнемі ай сайын, жыл сайын ол оқытуды қажет етеді. Сондықтан бұл жерде тек қана орталықтан республикалық деңгейде ғана оқыту жүргізілмейді, тіпті облыстарда да бұл біздің филиалдар арқылы оқыту жүргізіледі және үнемі ол жұмыс жалғасып жатады. Жалпы осы электоралдық білім туралы айтып отырмыз. Сонымен қатар мынау электоралдық ғылым бағытында, енді академия тек қана білім саласы емес, сонымен қатар жоғары оқу орны болғаннан кейін ғылымға да назар аударады деп ойлаймын. Сондықтан да осы электоралдық ғылым саласында осыған келетін болсақ, қаншалықты біздің елде осы бағыт дамыған немесе әлі дамуды талап етеді? Қандай, немесе егер де дамыған жүйелі түрде бір ғылыми еңбектер болса, ол қандай еңбектер деген осы тақырыпты шамалы ашсақ. Енді ғылым саласы жоқ деп мүлдем айтуға болмайды. Еңбектеріміз бар сайлауға арналған, бірақ осы еңбектер өте шектеулі деп айтуға болады. Мысалы енді 10 жылдың ішінде, 20 жылдың ішінде, 15 жылдың ішінде қазір уақытта жаңартылған еңбектер әлі де жоқ. Ғылыми тұрғыда, яғни монографиялық зерттеулер қазір енді өте шектеулі деп айтуға болады. Енді ол ең алдымен мен ойымша тек қана енді осы зерттеулер енді менің ойымша сұраныс болу керек алдымен,
Енді бізде мына министрліктің жанындағы комитет, ғылым комитеті, оны да қадағалау керек. Ол тек қана мысалы жалпы ғалымдардың немесе жоғары оқу орындарындағы ғалымдардың міндеті емес, сонымен қатар мына ғылым саласындағы құзыретті органдар да осымен айналысу керек деген сияқты, иә. Екіншіден, енді көбінесе бізде сайлау комиссияда істейтін адамдар, енді олар көбінесе практиктер, иә. Олар енді әдістемелік құралдар жасайды, әртүрлі нұсқаулар жасайды деген сияқты. Нақты мына осы комиссияда атқаратын қызметкерлерге қажетті, күнделікті қажетті нәрселер қарапайым түрде жасалады. Ал енді ғылыми туралы ол бірден ол көп уақытты талап етеді. Сонымен қатар басқа елдердің тәжірибесін зерттеу керек деген сияқты. Сонымен қатар социологиялық, статистикалық мәліметтер өте қажет деп айтуға болады, иә. Ол әрине өте күрделі жұмыс. Сол себептен әрине бұл жұмысты енді орындауға уақыт та керек, тәжірибе де керек деген сияқты, білім дәрежесі де керек. Сол себептен енді ол қазір біз де осы мақсатты өзіміз алдымызда қойып отырмыз. Осындай еңбектерді, мысалы өткен жолы референдум өтті бізде, республикалық референдум. Соның нәтижесі бойынша қазір біз енді әдістемелік нұсқаулықты дайындап қойдық, яғни қорытындылап. Осы референдум, мысалы, енді оның алдында айттық, 30 жыл бойы референдум жүрген жоқ. Соның қазір мысалы ол қалай өтті, оның нәтижелері қандай болды, қандай технологиялар қолданылды деген сияқты, иә. Заң қалай мысалы іске асырылды деген сияқты, жан-жақты бір талдау жұмысы болу керек, иә. Бірақ ондай жұмыстар қазір болмады. Енді біз тек қана заңға негізделіп осы жұмыстар ұйымдастырылды. Ол енді оқиға, сайлау оқиғасы, саяси оқиға жан-жақты қарастырылмады, зерттелмеді. Енді біз осы референдумнан кейін бүкіл материалдарды, сайлауда қолданған технологиялар, сайлау орталық комиссиясының кезең бойынша атқарған қызметі, соның бәрін біз жинақтап қазір осы материалды дайындап қойдық. Оны біз әрине жариялаймыз. Одан кейін барып ғалымдардың да осы сұрақтармен айналысуға қызығушылық қояды. Яғни нақты материал болғандағы кезде ғалымдар осы тақырыптарға қарай алып кетіп, ары қарай зерттеп, тереңдеп қарастырады. Енді ол әрине үлкен бір мақсатты алдымызда қойып отырмыз. Себебі қазір уақытта тіпті социологиялық зерттеулерді алатын болсақ, ол да тапшыл деп айтуға болады. Әрине қазір көптеген біздің зерттеу орталықтарымыз бар. Олар осы арнайы сайлаумен байланысты зерттеулер болмаған. Тек қана қоғамдық саяси процестерді зерттеудің ішінде сайлау кезінде ғана осы сұрақтар қарастырылады. Ал арнайы мысалы біздің азаматтардың сайлауға деген көзқарасы, еліміздегі қалыптасқан электоралды модель, азаматтарымыз қандай екен деген сияқты. Осы сайлаудың құндылықтары неде деген сияқты. Осындай тақырыптар әрине зерттелу керек. Енді социологиялық зерттеулер болмаса, ол әрине өте қиын. Енді бұны не үшін айтып отыр? Мысалы, кейде бізде бүкілімізге шетел керемет көрінеді. Өзімізде де қатты нашар емес деп ойлаймын, бірақ енді үлгі ретінде, мысалы, кейбір мемлекеттерде айтып жатады ғой, осы жексенбі сайлау болса кімге дауыс берер едің, немесе осы жексенбі сайлау болса сайлауға барар ма едің. Сосын жастар бойынша бөледі, сосын гендер бойынша, азаматтардың жастары бойынша бөліп, сол арқылы бір жағынан адамдардың электоралдық белсенділігін анықтайды, екінші жағынан партиялардың немесе басқа да егер бір тұлғаларға дауыс беретін сайлау болса, тұлғалардың солай несін анықтайды, кімге адам көбірек сенеді дегендей сондай анықтаулар жүріп жатады да. Бір жағынан ол жаңағы саяси қызметкерлерге немесе саяси партияларға да үлкен жақсы құрал ғой. Сол арқылы барометр, сол арқылы өздерінің жұмыстарын жоспарлап, кімге назар аударып отыру керек екен. Екінші жағынан анау жақсы бір зерттеулер, мысалы политтехнологиялар, ол да мысалы саяси партияларға немесе жеке тұлға болып қатысатын азаматтарға да ол болашақта кейстер ғой. Енді басқа кім қандай технология қолданды, сол жағынан да бір үлкен әрине бір жақсы бір көмек болар еді сондай зерттеулер. Енді жалпы жаңағы
мен енді өз басым білмедім сайлауға қай жас аралығы белсендірек барады, немесе жынысқа қатысты қай азаматтар белсендірек барады. Мысалы ондай ақпараттарды мүмкін бар да шығар, бірақ мен мысалы өзім байқамаппын. Сондықтан да осы тұрғыда мен ойлаймын осындай зерттеулерге қатты назар аудару керек. Ол қалың бұқараға да маңызды нәрсе ғой. Себебі мынандай өз сайлауды өз бөлінеді ғой, әйтеуір жаңа айтпақшы басқа мемлекеттерден көріп отыратын дейтініміз. Кім сайлауға барады, кім әлі анықтаған жоқ, бара ма бармай ма, немесе кімге дауыс беретін әлі анықтаған жоқ дейді да. Анау американ президент сайлауға жатқан кезде олар өзінің аудиториясына тиіспей, әлі кім өзін анықтамады, соларға жұмыс істей бастайды ғой. Сондықтан да осы тұрғысынан да жалпы бүкіліне маңыздырақ болады деп ойлаймын осындай зерттеулер. Бұқараға да, саяси азаматтарға да, саяси тұлғаларға да, саяси партияларға да. Окей, енді ары қарай жүретін болсақ, бүгінгі таңда енді жастардың саяси белсенділігі туралы көп нәрселер айтылады. Соңғы сайлауларда да байқап жүрік, жастар көбінесе жаңа сайлау кезінде байқаушылар ретінде қатысады. Осы жалпы жастардың саяси белсенділігіне, әсіресе сайлауға қатысты жаңағы айтамыз ғой, белсенді құқық бар, пассивті құқық бар, сол тұрғыда да осы екі жағынан да қарасақ қандай баға берер едіңіздер жалпы жастардың саяси белсенділігіне, сайлау процесі арқылы алатын болсақ? Қазір енді мен соңғы өткен 21-22 жылы өткен ауыл әкімдерінің сайлауларын зерттедім. Ол яғни орталық сайлау комиссиясының сайтында қолжетімді, кез келген азамат кіріп қарап, қай облыста, қай ауылда, қай ауданда қандай сайлау өтті, кім оған қатысты, кім жеңіп алды деген барлық адам таныса алады. Соның барлығын осы соңғы 2 жылда сайлауды өткен кезде қараған кезде нәтижелерін ол кезде енді бізде заң бойынша жастар деп біз 28-ге дейін айтамыз ғой, 29-ға дейін 28 қосымша жасты. Енді ол кезде сайланған әкімдердің саны аз, әрине. Бірақ менің байқағаным, бұл жерде осы сайлауға қатысқан жастар көп екен. Өйткені бізден сайланған 1-2% десек, сайлауда жеңіп шыққан әкімдердің саны жастардың арасынан осы 28-ге дейін жасы 1-2%, 2,5% десек, ал жалпы осы сайлауға түскен, осы сайлауға түсемін, қатысамын, әкім боламын деген жастар көп. Енді мен жастар деп отырған бұл жерде мысалы 92-ші, 93, 91-ші жылғы жастар деп отырмын. Ол өткен олар еліміздің тәуелсіздігінің құрдастары ғой, бұлар енді 28-ден асып кетсе де, бірақ 29 болмай, 28 бен 29-ның арасы көп емес қой. 28 бен 30 жастағы жастың арасы да көп емес. Енді құрдас деп айтуға болады, замандас деп. Бірақ сол жаңағыдай 29, 30, 31, 32 жастағы азаматтар көп қатысыпты сайлауға. Енді бірақ олар жеңіске жетпесе де, өйткені олардың үміткер ретінде, кандидат ретінде тіркеліп, кәдімгі сайлауға қатысқан. Енді олардың қарсыластары әрине 35, 40, 45 жастағы азаматтар қатысып, олардың өмірлік тәжірибесі де мол, мүмкін содан олар ұтып, жаңағы жастарымыз жеңіліп қалған шығар, өйткені. Және жастардың мен байқағаным партия құрамында да сайлауға түсіпті. Өзі жаңағы сайлауға шығарған тұлғалар да болыпты, және тіпті жеңіп кеткенде жастар болыпты. Жаңағы мен айтып отырған, мысалы 25 жаста сайлауға түседі, ешқандай партия атынан емес, өзін жаңағыдай ұсынған сайлауға, және де әкім болып кеткен. Ондай мысалдар бар, бірнеше, тіпті бір-екеу емес, біршама жаңағыдай мысалдар келтіруге болады елімізде. Жаңағы сайтқа кіріп қарап таныссаңыз, сол мені қуантқаны жаңағыдай жастардың жаңағыдай енжар болмай үйде отырып барлығын сынға алып, жаңағы әлеуметтік желіде жазып деген сияқты емес, нақты өзінің белсенді әрекетімен сайлауға түсіп, жеңбесе де, бірақ өзінің бағын сынап, өзін жаңағы жетілдіріп, кейін сабақ алып, ол мүмкін аудандық деңгейде ертең міне айтып жатырмыз, пилоттық режимде аудан әкімдерін сайлау басталады деп жатырмыз, келесі жылдан ары қарай. Мүмкін ол аудандық деңгейде жаңағыдай тәжірибе ауылдық деңгейде жинап, аудандық деңгейде түседі. Мүмкін ертең мәжіліске түседі. Бізде мажоритарлық жүйе қайтып келіп жатыр ғой президенттің реформасынан. Яғни әр адам партия мүшесі болмаса да өзін сайлауға қатысып бағын сынап, мәжіліске ертең депутат болып кетуге әбден мүмкіндігі бар. Одан кейін аудандық мәслихат, қалалық мәслихаттар 100% мажоритарлық жүйе, яғни партия тізімісіз сайлауға түседі. Облыстық деңгейде 50-50% болды. Сондықтан біздің жастарымыздың үлкен мүмкіндігі бар. Кем дегенде енді мен заңгер ретінде заңда мүмкіндік берілген. Мәслихатқа
мысалы 20 жастан сайлануға болады, мәжіліске 25 жастан. Сондықтан заң тұрғысынан мүмкіндік бар, ал біздің жастарымыз қаншалықты оны пайдаланады, өз кандидатурасын ұсынады, енді ол жастарға байланысты. Бірақ ауылдық деңгейдегі сайлау бойынша қорытындысын өзімнен айтатын болсам, жалпы белсенділік бар. Төмен деп мүлдем қатыспайды деп айтуға келмейді екен. Мен өзім бірнеше рет тәуелсіз байқаушы болып қатысқам сайлауға. Сол кезде жаңағы мен 30-дан асқан азамат болсам да, бірақ байқағаным көбісі жаңағы бір 20-25 жас орталығындағы жастар басым бөлігі, 50%-дан жоғарысы жаңағы байқаушы болып келіп, өздерінің жаңағы ынтасымен келеді. Көп студенттер, немесе енді жұмыс бастап отқан азаматтар өздерінің ынтасымен келеді. Bir жағынан енді айтады ғой, қазіргі жастардың көз ашық көкірегі ояу деп, ол бір тәуелсіздік ұрпағы болғаннан кейін басқаша қарайды. Екінші жағынан елдегі соңғы 3 жылда, әсіресе биыл болып жатқан үлкен саяси өзгерістерге байланысты, енді ол да кейде адамға романтизм береді. Бір кісі айтпақшы, жас кезінде революционер болмаған адам жүрегі жоқ деп. Сол секілді сондай бір ынта, бір жағынан қызығушылықпен өзгерістерге деген жаңалықтарға құштар болғаннан кейін жастар да сондықтан да көп барады деп айта аламын. Әсіресе жаңағы байқау жағынан келген. Ал сізден жаңағы кандидаттар ретінде қатысып отқан өзі де өте құптарлық нәрсе екен. Жаңа сіз жастар туралы, жас ерекшеліктер туралы айта кеттіңіз ғой. Сол цензді тағы бір рет қайталап жібересіз бе? Мүмкін біздің көрермендерге қызығырақ болар. Қай жастан қай жерге үміткер болуға болады? Жергілікті өзін өзі басқару органдары, орган емес, самоуправление деп жатады, ол жерде 18 жастан. Яғни жергілікті жерде ауыл болсын, қаланың ішіндегі жаңағыдай қандай да бір өзін өзі басқару органдары, қазір ауыл кеңестері, кеңестер деп айтып жатқан 18 жастан. Одан кейін маслихат депутаты болу, қалалық, аудандық, облыстық маслихат 20 жастан, мәжіліс депутаты парламентке 25 жастан және сенатқа 30 жастан. Осындай цензор берілген. Біздің жастар болса, егер азамат, белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз болса, тек қана ұстаным емес, негізі сайлау деген бірінші кезекте мен түсінімше ол бағдарламалардың бақталастығы ғой, тек қана бір жеке бір азаматтардың емес. Сонымен қатар ел халқының бір белгілі бір бөліктегі болсын, немесе жалпы еліміздегі халықтың өмірін өзгертетіндей бір бағдарламаларыңыз болса, осы жаңағы заң шығарушылық немесе өкілді органдарға сайлану құқықтарыңыз бар. Әкімдікте әкім болуға да құқығы бар. Ауыл, қателеспесем, келесі жылдан бастап қала аудандарында. Пилот болып жүреді, және де бұл жерде бұрынғыдай емес қой, мүмкіндіктер қазір көп, жастар жаңа сіз айтқандай бағдарлама деген сияқты. Егер әркімнің өзі нақты ұстанымы болса, елімізді, тіпті бүкіл елді алмасақ та, өзінің тұрып жатқан елді мекенінің өмірін, жағдайын жақсартам деген нақты көзқарасы, позициясы болса, қазір бұрынғыдай газетке жалдап, мақалаға ақша төлеп, немесе телевидениеға шығу емес. Қазір әлеуметтік желі деген бар. Яғни барлық Facebook, Instagram, Telegram, басқа да көптеген мүмкіндіктер бар. Әркім өзінің көзқарасын, позициясын білдіру арқылы өзінің жақтастарын жинап, жаңағыдай халықтың сайлауда соларға дауыс беретіндей өзіне тарту үшін әбден мүмкіндігі бар. Сондықтан бұрынғыдай жағдай жоқ, ешқандай жағдай жасалмаған деп айтуға келмейді қазір. Жаңа қазір статистикаға тоқталатын болсақ, нақты мысалы біз сайлаудың қорытындысы бойынша қаншама жас қатысты деп біз айта алмаймыз. Себебі тек қана Қазақстанда емес, тіпті дамыған елдерде, Ұлыбритания, Германияда сайлау кезінде сайлау жалпы тізімдерде жас ерекшеліктері көрсетілмеген. Ондай ценз жоқ. Нақты қай уақыттан адамдар дауыс беруге мүмкіндігі бар деген заңда көрсетіледі. Бірақ сайлау комиссияға келген кезде, бюллетень алған кезде оның жасы көрсетілмейді. Ол яғни жас категорияға жатады ма, немесе орта буын ба, немесе жалпы адамдардың жасы үлкен бе деген сияқты. Сондықтан біз қазір уақытта сайлау орталық комиссиясына осындай ұсыныс жасап отырмыз. Яғни сайлау кезінде жастарды тіркеп отырсақ, яғни жастардың санын сонда біз анықтай аламыз. Яғни сонда біз айта аламыз,
біздің жастарымыз белсенді қатысты ма немесе қатыспады ма деген сияқты. Ондай қазір мәліметтер жоқ. Тек қана жаңағы Дума айтқандай мына әкім сайлар ауыл әкімдерін сайлаған кезде ол енді ресми түрде олар тіркеледі, біз оны санай аламыз. Ал жалпы әртүрлі саяси науқандарда, сайлау науқандарда ондай мәлімет біздің жастарымыз белсенді қатысты немесе төмен қатысты біз оны айта алмаймыз. Сондықтан біз қазір уақытта осындай енді талап қойып отырмыз, ұсыныс жасап жатырмыз. Ол енді болашақта істеуге мүмкін ба жоқ па деген сияқты оны біз қазір білмейміз. Немесе экзит пул кезінде, сұрау кезінде мүмкін онда мысалы жалпы әлеуметтік сарапшыларымыз сұраған кезде оны тіркеуге болатын еді. Сонда барып біз айта аламыз, ол жастарымыз қаншалықты белсенді немесе сайлауға қатысу төмен деп. Және бұл жерде электронды жүйенің болашағын және мүмкіндіктерін айтсақ, өйткені электронды дауыс болатын болса, оның барлығы оңай. Қанша ер адам, қанша әйел адам, қанша жастар дауыс берген оңай ғой. Бағдарлама өзі санайды ғой. Жаңағыдай қолмен есептеп оны. Жалпы осы электронды сайлауға қатысты. Мен былтыр Ресейде мемлекеттік дума қателеспесем, сайлау кезінде олар пилотты негізде Мәскеуде енгізді ғой. Электрондық сайлау арқылы. Сонда бір байқағандарымыз сайлаудың нәтижесінде адамдар өздері учаскеге барып барған кезде мысалы Ресейдің коммунистік партиясы жеңген, ал электрондық дауыс берудің нәтижесі бойынша тура сол учаскелерде олардың қазіргі биліктегі Единая Россия, сол партия дауысқа жеткен. Сонда жаңағыдай нелер туындады, сұрақтар. Бұл қаншалықты рас екен, дұрыс емес екен. Мен мысалы сонымен қатты айналысқан бұрынғы Эхо Москва несі бар еді, радиосы соның басшысы Венедикт. Сол кісінің интервьюларын біраз тыңдадым, ол кісі айтады, мәселе саяси технологиялар. Мысалы коммунистік партия учаскеге келіп өздерін дауыс беріңдер деп үгіттеді, ал Единая Россия электрондық арқылы дауыс беріңдер деп үгіттеп, сәйкесінше сондай технологиялар қолданды. Бірақ сонда да қарапайым, әсіресе либералды қоғам деп айтамыз ғой, сол азаматтардың көзінше бір сенімсіздік деңгейі болды. Жалпы біздің елде осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Бұл процесті цифрландыру бойынша? Негізі сайлау туралы конституциялық заңда ол мүмкіндік бар, жазылған. Электрон жаңағы сайлау екі формада өту мүмкіндік. Бірақ жазылған норма бар. Бірақ оның жүзеге асыру үшін технологиялық мүмкіндіктер қазір таңда жетілмеген. Енді бұл жерде Эстонияның мысалын келтіруге болады. Эстонияда тіпті ел басшысын да олар электронды түрде сайлай алады, және өте қатты дамып кеткен, және болашақта енді біздің ақпараттық ғасырды бастан өткізіп жатырмыз ғой. Тіпті болашақта ол бір ғасырдан кейін, енді өзіңіз ойласаңыз, жарты ғасырдан кейін ақпарат технологиялары мүлдем дамып кетеді. Сондықтан біз ол процестен қалмау керекпіз. Бізде сол бағыт бойынша зерттеулер жүргізіп, осы жүйені қалай біздің елімізде енгізуге болады зерттеуіміз керек. Және біз ол үдерістерден қалмауымыз керек. Өйткені бүкіл ертең 50 жылдан кейін бүкіл әлем электронды дауыс беріп жатқан кезде біз қағазбен дауыс беріп жатқанымызды жаңағыдай жарамайтын шығар. Енді бұл жердегі негізгі күмән неде ғой, жаңағы жеке дерекқорлардың сақталуында біріншісі, екіншісі жаңағы енді бұл процеске мемлекет жауап беретін болғаннан мемлекетке де араласып кетпей ма деп адамдар қорқады ғой, өздері көзбен көрмеген. Ішіндегі алгоритмдерді адам жалпы бұқара түсіне бермегендіктен сол жағында күмән туындырады ғой, содан шығар. Сондай енді ортада біз өмір сүретіндіктен болашақ қазір көп футурологтар жазып жатыр, болашақ 30 жылда біз қандай ортада өмір сүреміз деген кезде оны оқысаң тіптен бәрі, тіпті ұялы телефон болмайды, симка болмайды, оның ішінде мүлдем смартфон дегенде болмайды деп отыр. Ол сіз барлығы чип арқылы ол түгіл кеше 14-ші айфон спутник арқылы сөйлесуге болады деген. Сондықтан енді сондай енді мүмкіндіктер пайда болып жатқан кезде біз енді смартфонда болмаған кезде оның бәрі мәселелер шешіледі. Сенімсіздік, жаңағыдай дауыстарды бұрмалау деген ондай болмайды. Асықпай технологиялық тұрғыда келу керек. Технологиялық тұрғыда жетеміз де халықта жаңағы сенімсіздік жойылады да сол жүйеге біз келеміз деп ойлаймын болашақта. Енді ол ертең емес, келесі жыл емес, әрине. Окей, түсінікті. Ендеше қорытындылайық. Келгендеріңізге көп рахмет. Жалпы соңғы сұрақ, осы еліміздің жастарының саяси белсенділігін, сайлауға қатысу белсенділігін арттыру мақсатында не ұсынар едіңіздер?
Ең алдымен қазіргі уақытта енді біздің елімізде де тәжірибе бар. Бүкіл мына басқа елдердің тәжірибелерін қараған кезде жастарға арнайы көңіл бөлінеді. Ол енді отбасыдан бастап, ең алдымен мысалы ата-аналармен сайлауға бару, ата-аналардың дауыс берген көру деген сияқты, ол енді көзбе-көз. Екіншісі ол осы мектеп жас балаларына арнайы мысалы ойын ретінде, квест ретінде әртүрлі осындай шаралар ұйымдастырылса деген, яғни жасынан бастап, ерте жастан бастап балаларды осы процестермен таныстыру, білімдерін арттыру, ойын ретінде оларды тарту деген сияқты, қызықтыру, осы мектеп қабырғасында басталу керек ең алдымен. Одан кейін барып, мысалы бізде студенттік жастарымыз бар, басқа да жұмыспен айналысатын жастарымыз бар. Әр категорияға өзінің жалпы жұмыстары болу керек, жұмыс түрлері болу керек. Әр категорияға өзінің жалпы жұмыс атқару жолдары болу керек, тәсілдері болу керек. Ол тек қана жалпылама болу керек. Енді әрине ол мысалы енді ағартушылық жалпылама болуы мүмкін. Заңды түсіндіру, оны насихаттау деген сияқты, заңның маңыздылығын түсіндіру деген сияқты. Бірақ жұмысқа келген кезде әр категориямен олардың жас ерекшелігімен байланысты, атқаратын қызметімен байланысты, қызығушылығымен байланысты осындай жұмыстар енді тереңдетіліп, яғни осы категорияға байланысты өз жұмыстарын ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Жаңа айтымыз цифрлық әртүрлі технологияларды қолданса, сонда барып жастарымыз осы елімізге деген осы болып жатқан науқандарға қызығушылығы енді көтеріледі деп ойлаймын. Жүйелі түрде жұмыс істеу керек дейсіз. Әлемдік тәжірибе әрине бірінші кезекте жаңағы айтылған оқу ағарту міндетті түрде, олсыз жаңағыдай прогресс болмайды. Екіншіден, мен бұл жерде мемлекеттің рөлін айтайын деп отырмын. Мысалы, осы жоба сияқты, мысалы, азаматтық істер комитеті, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы жаңағыдай қолдаған осы халықтың электоралдық белсенділігін арттыру деген жобалары мемлекет тарапынан көбінесе ынталандырылып отырса деген ұсыныс. Өйткені бұл жерде бірінші кезекте бұған мемлекет мүдделі болу керек, өзінің азаматтары өздерінің болашағына, мемлекет мықты болуына, дамыған болуына, деңгейі жоғары болуына азаматтар мүдделі. Өйткені сол азаматтар осы мемлекетті құрады, болашағын осы мемлекетпен бірге көреді деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мемлекеттің тарапынан жаңағыдай халықтың белсендігін арттыру бойынша жобалары көп болса деп ойлаймын. Бұл жерде бір-екі жоба емес, жан-жақты тетіктерді қолдана отырып, ол тек қана грант арқылы емес, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс деген бар. Және ол тек қана орталық органдардан, осы ақпарат министрлігі тарапынан емес, бүкіл облыстық орталықтарда ішкі саясат, мысалы басқармалары мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс беріп отырса, осы белсенділікті арттыру жобаларына, одан кейін әлеуметтік сауалнама жүргізіп жатса, біз осыны зерттеу барысында бірнеше облыстардан көрдік, үнемі жыл сайын өткізіп отырады екен әлеуметтік сауалнамалар, зерттеулер. Ал басқа облыстар мүлдем өткізбейді. Мысалы, сол барлық облыста бір деңгейде осы жұмыстар қолға алынып, тиісті шаралар қолға алынып жатса, мен ойымша бұл жерде халықта өз тарапынан нәтижесін беріп, осы сайлауға деген көзқарасын өзгертіп, белсенді түрде қатысады деп ойлаймын. Окей, рахмет. Жанқайыр Ханқызы, Думан Сәбитайұлы келіп алтын уақыттарыңызды бөліп бізбен болғандарыңызға. Істеріңізге сәттілік. Рахмет.